Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз атом құрылысының екінші бөлімі, яғни және изотоп жайлы айтып кетеміз. Алдыңғы сабағымызда біз атом құрылысы жайлы біраз мәлімет берген болатынбыз. Атом бізде ядродан тұрады және ядроны ретсіз үнемі қозғалыста жүретін электрондардан тұрады. Ал ядромыз бізде ашық көкпен белгіленген протондар және қызылмен белгіленген нейтрондардан тұрады. Осы протон, нейтрон, электрон сандарының мәні жайлы айта кетсек. Мысалы, Менделеев кестесінде кез келген элементтің реттік нөмірі болады. Оны n деп белгілейміз. Сол реттік нөміріне біздегі элементтің ядро заряды тең, және сондағы элементте болатын, ядрода болатын протон саны тең, және сол элементте болатын электрон саны тең. Ал сол элементте бізде нейтрондар, сол элементтің ядросында нейтрондар болады. Сол нейтронның санын анықтау үшін сол элементтің атомдық массасынан реттік нөмір немесе протон санын азайып тастаған кезде бізде нейтрон саны шығады. Нейтрон саны нейтралды, сондықтан біз оны 0 деп белгілейміз, яғни заряды жоқ. Енді осыны белгілі бір элементтің мысалында түсіндірсек. Мысалы, сутек. Сутектің бізде ядро заряды 1-ге тең. Оның реттік нөмірі 1-ге тең. Яғни реттік нөмірі 1-ге тең болса, оның протонында 1-ге тең болады. 1 протон болады. Және электронында 1-ге тең. Және ядро заряды 1-ге тең. Ол мұны. Ал осында бізде нейтрон санын анықтау үшін атомдық массасынан азайтып тастаймыз протон санын. Бізде атомдық массасы 1-ге тең, протон саны 1-ге тең. Шығады 0. Яғни біздегі сутектің ядросында нейтрон жоқ. Ал енді басқа бір элементті мысал ретінде көрсетсек. Мысалы, хром. Хромның бізде реттік нөмірі 24 екен. Ал атомдық массасы 52. Яғни хром заряды реттік нөмірмен тең болады. Бұның реттік нөміріне протон саны тең болады. Ол бізде нешеге тең? Сонда 24-ке тең болады. Және электрон саны да 24-ке тең. Енді бұл жерде біз хромның ядросындағы нейтрон санын анықтау үшін атомдық массасынан протон санын азайтып тастаймыз. Атомдық массасы бізде 52 көріп тұрғанымыздай. 52-ден азайтамыз 24-ті. 28 болады. Сонда бізде хромның ядросында 28 нейтрон бар, сосын 24 протон бар екен. Бізде осы протон нейтронға байланысты изотоп тақырып шығады. Изотоп дегеніміз, яғни реттік нөмірі бірдей, бірақ атомдық массалары әртүрлі заттарды айтамыз. Олар мысалы сутек болуы мүмкін. Сутектің тағы дейтерий, тритий деген екі изотопы бар. Бұларда электрон, протон, ядро зарядында ешқандай айырмашылық жоқ. Олар бір ұяшықта тұрады. Яғни реттік нөмірі барлығынікі 1-ге тең. Мына суретте көріп отырғанымыздай. Бұларда тек айырмашылық жасайтын нейтрон. Оны жаңағы біз өзіміз айтып кеткен немен дәлелдесек болады. Мысалы, дейтерийді алатын болсақ, дейтерийдің атомдық массасы 2-ге тең. Оның протон саны ондағы 1. Осында нейтрон санын анықтау үшін біз азайтамыз атомдық массадан протон санын. Сол кезде 2-ден 1-ді азайтқанда бізде 1 шығады. Қарапайым өзіміздің сутекте бізде нейтрон саны жоқтың, ал дейтерий изотопында бізде 1 нейтрон, суретте көріп тұрғанымыздай ақ, сосын 1 протон бар. Ал третийде сәйкесінше 2 нейтрон, 1 протон болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар.